Темекіден туындайтын аурулар. Арқа және белдің ауруы. Темекі тарту бел ауруларына себеп болады. Өйткені темекі тартатын адамдардың омыртқа табақшаларына оттегі аз барады. Простаттың қатерлі ісік ауруы. Темекі тарту простаттағы ісік түрлерінің 40%-ның себебі екендігі дәлелденген. Жатырдағы қатерлі ісік. Темекі тартатын әйелдердің тартпайтын әйелдерге қарағанда жатырдағы қатерлі ісік ауруына шалдығуы 4 есеге жоғары. Төстегі қатерлі ісік. Темекі тартатын әйелдер тартпайтын әйелдерге қарағанда емшек рагы ауруына көбірек шалдығады. Балалардың тыныс алу жүйесіндегі проблемалар. Әкесі немесе анасы темекі тартатын балалардың тыныс жолы ауруларына шалдығу қаупі 6 есеге көп. Құлақтың қабынуы, бронхит, ентікпе, туберкулез, суық тигізіп алу сияқты тағы басқа да аурулар. Диабет. Темекі тарту дененің инсулин бөліп шығару қабілетін уақыт өте келе жояды. Бұл диабет ауруына жол ашады. Дәріге қарсы иммунитет. Темекі тартатын адамдар дәрінің әсерін алу үшін белгілі мөлшерден көбірек дәрі қолдануы керек болады. Құлақтың инфекциялары. Темекі тартатын адамдардың балаларының құлақ қабыну ауруына шалдығу қаупі өте жоғары болады. Эмфисема ауруы. Өкпедегі алвеолдың уақыт өте келе серпінділігі жойылып, тыныс алу қиындайды және ауру адам тыныс алу машинасымен ғана өмір сүре алатын болады. Бұл ауруға шалдыққандардың 85% темекінің кесірінен болады. Асқазандағы қатерлі ісік. Темекі тартатын адамдардың асқазан және ішектегі қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупі темекі тартпайтын адамдарға қарағанда 2 есеге көп болады. Жүрек аурулары. Темекі тартатын адамдардың жүрек ауруына шалдығу қаупі темекі тартпайтындарға қарағанда 4 есеге көп. Бедеулік. Жұбайлардың біреуінің ғана темекі тартуы бедеулік қаупін 3 есеге арттырады. Гангрена. Өкпе қызметін дұрыс атқара алмағандықтан денеге оттегі аз таралады. Адамның денесі осы аз мөлшердегі оттегіні басқа ағзаларға таратуға мәжбүр болады. Сондықтан жүректен алыс орналасқан саусақтың ұшынан бастап жасушалар өле бастайды. Көбіне қол мен аяқтар гангрена болады. Бауырдың қабынуы. Бұл аурудың 80% темекіден болады. Кеңірдектегі қатерлі ісік. Күніне 25 дана темекі тартсаңыз, кеңірдекте қатерлі ісіктің, яғни рактың пайда болуының ықтималы 30 есеге көбейеді. Бұл алдымен сөйлеуге қиындық туғыза бастайды, соңында толық сөйлей алмай, мылқау болатын жағдайға дейін апарады. Ерте босану және баланың салмағының аз болуы. Күніне ең кемінде 5 дана темекі тартатын жүкті әйелдің ерте босану немесе мүгедек бала туу қаупі өте жоғары болады. Ауызда қатерлі ісіктің пайда болуы. Ауызда рактың пайда болу жағдайларының барлығына темекі ғана себеп болады. Климакс. Темекі тартатын әйелдерде уақытынан 10-15 жыл бұрын климакс басталады. Бұл сүйектердің ерте жұқаруына немесе әлсіреуіне себеп болады. Өңештегі қатерлі ісік. Бұл ісік ауруынан қайтыс болған адамдардың барлығы темекі тартқаннан осы дертке шалдыққан адамдар. Ерте қартаю. Әрдайым темекі тарту терінің құрамын бұзып, әжімдердің пайда болуына себеп болады. Сонымен қатар, тістер сарғайып немесе қарайып, тырнақтар әлсірейді. Жаралардың баяу жазылуы. Темекі тартатын адамдардың жаралары өте қиын жазылады. Сонымен қатар, операциядан кейін жараның
мүлдем жазылмау ықтималы көп болады. Тістің түсуі. Темекі тарту тістің ерте жастан түсіп қалуына сеп болады. Темекінің ана мен баланың денсаулығына келтіретін қатері. Қазіргі қоғамда алаңдаушылық тудырып отырған бір мәселе шылым шегушілердің қатарын қыз-келіншектеріміздің толтыруы. Болашақ ана болатын бүгінгі қыздарымыз көшеде сізді тоқтатып оттық сұрағанда сізде шақпақ болмай қалса, арулар кәдімгідей таңданатын күйге жетіп қалдық. Темекінің түтініне уланған қыздарымыздың көбісі жоғары оқу орындарының студенттері. Шылым шегетін ана дені дұрыс сәби туа алмайтынын түсінбейтін болу керек. Ананың құрсағында жатқанда түтінге уланған сәби жарымжан, әлжуаз, немесе есі ауысқан жынды болып жарық дүниеге келуі әбден мүмкін. Темекі тартатын әйелдер темекі тартпайтын әйелдерге қарағанда 15 жасқа ерте қартаяды. Темекі тартатын әйелдердің балалары оттегі аз болғандықтан ақыл-ойы кем болып туылады. Бұндай әйелдердің балаларының мүгедек болу ықтималы 65%. Темекіге әуес әйелдердің арасында бедеулік 10 есе көп болады. Ерте босанып қалу және түсік тастаудың 80%-на темекі себепкер болады. Бір шылымқор 4 түйір шылым шеккенде қасындағы бейкүнә баласы мен әйелі 1 түйір темекі тартқандай уланады. Тұтанған темекі құрамында улы заттардың 25% жанып кетсе, 25% шылымқордың, қалған 50% айналасындағылардың үлесіне тиесілі болады. Темекі екі қабат әйелдерге өте зиянды. Шылымқорлықтың салдарынан сырқат, тіпті өлі сәби туу, түсік тастау оқиғалары өте көп кездеседі. Бала емізетін әйелдер темекі тартса, никотин емшек арқылы сүтіне араласып, соның салдарынан сәби уланып туберкулез, өкпе сырқаттарына шалдығады, мазасыз күй кешеді. Мәселен, отбасында бір адам темекі тартса, үйдегі балалардың денсаулығына 68-4%, ал екі адам түтіндететін болса, 83-8% зиян келтіріледі. Ал 3 адам шылым шегетін болса, ол үйдегі балалардың денсаулығы туралы әңгіме қозғамай-ақ қоюға болады. Темекі шегу болашақ аналардың денсаулығына орны толмас орасан үлкен қатер тудырады. Анасы никотинмен уланған баланың салмағы темекі шекпейтіндерге қарағанда орта есеппен 30 немесе 40%-ға кем болады. Балалардың аурушаңдық көрсеткіштеріне қарасақ, шылым шекпейтін отбасыларында балалар өте аз ауырады. Олардың организмі әдеттегі ауруларға төзімдірек болып келеді.